Жол жабылудың екінші себебі ішкі рұқсаттың болмауы. Сырттай бәрі күшті болып көрінеді. Мақсатың бар, жұмысың бар, әрекетің бар, әйтеуір бір нәрселерді істеп жатырсың, жоспарларың бар. Бірақ адамның ішінде бір көрінбейтін шекара бар. Ішкі рұқсат жоқ. Көп табыс тапқыңыз келуі мүмкін. Айтасыз, мен көп табыс тапқым келеді, мен бай болғым келеді, қарыздарынан құтылғым келеді, ауырғым келмейді, бірақ менде бәрібір болмайды. Қанша нәрсені жасап жатырмын, уже шаршадым, бәрібір болмайды. Ақша табу қиын. Менің өмірім осындай. Жақсылыққа оңай жетпеймін. Мен ондай өмірге лайық емеспін. Сіз айтпауыңыз мүмкін, бірақ ішіңізде бар ол. Сізге көрінбейтін шекара. Қойшының баласы қойшы болады, бастықтың баласы бастық болады, бай байға құяды, сай сайға құяды дейді. Негізі сайды да бұруға болады, байдікін да құйғызуға болады. Ең бастысы сіздің ішіңізде сол нәрсеге рұқсат болу керек.